әтеш пен тотықұс ертеде аң мен құстардың ішіндегі ең әдемісі, ең сымбаттысы әтеш болыпты. Ол өте тәкаппар екен. Бір аңмен не құспен сөйлеспейді. Оның жалғыз серігі тотықұс болыпты. Тотықұстың үстінде жөнді киімі де жоқ екен. Бір күні тотықұс әлгі кербез әтешке келді. Досым, мен бүгін қонаққа бармақпын. Жөнді киімім де жоқ. Мына түрімен қалай?